Сәлеметсіздер ме балалар? Екінші сабағымызда дифференциалдық теңдеулер туралы екінші ретті бағана көрсеттім. Мен алдымен барлық кезде жаңағы екі түрлі болатын кездегісін көрсеттім. Енді міне характеристикалық теңдеуін жазып көрейікші. Мына біреуін қараймын, үшіншісін қарастырайық мысалға. Y кішіліктің орнына лямбда қоямыз. Сол кезде 4 лямбда квадрат. 4 лямбда квадрат, кешіріңіздер. Так, міне 4 лямбда квадрат плюс 4 лямбда плюс 1 тең 0. Y-дің орнына 1-ді қоясыздар балалар. Мынаны шығарайық. Мынау дегеніміз мен ойымша сразу көрдім. 2 лямбда плюс 1-дің квадраты. Осылай көріп тұрмын мен енді. Бұдан енді 2 теңдеу. Лямбда 1-де, лямбда 2-де бір-біріне тең, ол минус 2-ден 1. Мұндай кезде теңдеудің шешімі алдында айттық. Ана Y тең C1 біріншісі бір минус 2-ден 1x плюс қайтадан C1 C2 E-ның минус 2-ден 1 демейміз. Ол үшін жанында өзгеріс болу үшін x-ті жалғамыз. C2x E-ның минус 2-ден 1x дәрежесі. Не көріңіздер ғой да? Тағы біреуін көрсететін болсақ, допустим, мына біреу. Ол лямбда квадрат плюс 10 лямбда плюс 25 тең 0. Енді бұл дегеніміз енді көріп тұрмын, лямбда плюс 5-дің квадраты тең 0. Бұдан лямбда 1-де, лямбда 2-де, екеуі де минус 5-ге тең. Яғни теңдеуіміз Y тең C1 E-ның 5x дәрежесі плюс C2x E-ның 5x дәрежесі. Міне мынаны жалғаймыз. Енді теңдеулеріміз міне мынаны қарайық. Комплексті бір болса не істейміз? Мысалы біріншісін қарастырып көрейік. Біріншісін. Лямбда квадрат минус 4 лямбда плюс 5 тең 0. Бұдан дискриминант тең b квадрат 16 минус 20 тең минус 4. Лямбда 1 2 тең минус b минус 4 плюс минус 4-тің түбірі бөлінген 2 тең минус 4 плюс минус 4-тің түбірі балалар білеміз 2i. Бөлінген 2 бөлінсе минус 2 плюс минус i. Яғни бірінші лямбда ол минус 2 плюс i. Екінші лямбда ол минус 2 минус i. Мұндай кезде балалар бірінші Y тең C1 нақты бөлігі минус 2 екеуінде де бірдей ғой. Ол қала береді. E-ның минус 2x косинус мына бір санды қоямыз. I-ның алдында коэффициент x қой. Косинус x плюс C2 E-ның минус 2x дәрежесі синус x. Міне осылай жазамыз балалар. Тағы бір мысал көрсетейін. Допустим, нәуірді көрсетейік. Лямбда квадрат минус 4 лямбда плюс 8 тең 0. Дискриминант 16 минус 4 жүрдегі 8 32 тең минус 16. Лямбда тең минус b 4 плюс минус 16-ның түбірі ол 4i бөлінген 2 тең 2 плюс минус 2i. Яғни мынаның түбірі Y тең C1 E-ның бүтін бөлігі, нақты бөлігі 2x, а мынау несі? Жорамал бөлігі. Косинус 2x плюс C2 E-ның 2x синус 2x. Міне осындай болады. Үш жағдайды көрсетіп бердік. Енді ары қарай қайталап қарап отырыңдар.